бір шатырға сыймадық. Көкейімді тесіп, ішіме сыймай бара жатқан жағдайды амалсыздан жазуға бекіндім. Бәлкім жеңілдеп қалармын, бәлкім мені басқалар түсінер деген үмітім бар. Әке-шешеден 2 перзентпіз, жалғыз ағам бар. Бала кезімізде біз бір-бірімізге өте бауырмал болдық. Бір-бірімізді қорғаштап, бір нанды бөлісіп жеген, мейірімге бөлеген ағалы қарындас едік. Үйімізге келген адамдар да, сыртта көргендер де біздің егіз қозыдай үнемі бірге жүретінімізге сүйсінуші еді. Бауыр деген қандай деп бір-біріне айтып жатқандарын талай рет өз құлағыммен естігенмін. Неге соншама сүйсінеді, бауырлар деген өзі солай болмай ма? Бізден басқалар да сонда қандай екен деген ой мазалаушы еді. Есейе келе арамыздағы қарым-қатынас бұзылып, отбасы құрғанда мүлдем ажырап, тіпті бітіспес жауға айналармыз деп кім ойлаған? Мен соларды ойлаған кезде бақыттан бал-бұл жанып, ағамның қамқорлығын сезініп жүрген балалық шағымды қатты сағынамын. Өйткені қазір жалғызсырап жүргенімді мойындаймын. Отбасымда балаларым да бар, бірақ бірге туған бауырдың жөні бөлек екен. Басқалар ағам, әпкем деп солардың қызықшылығында қуанып, жаны ашып көмектесіп жатқанда қазір оларға қарап қызығатын болғанмын. Шіркін, менің де жағдайым осылардай болса ғой. Ағаммен қарым-қатынасымыз дұрыс болғанда қара шаңыраққа бір барып, аунап-қунап қайтар едім деп армандаймын. Адам қанша есейіп кетсе де балалық шағы өткен ыстық ұяны аңсайды, сағынады екен. Менің де бойымды осындай сағыныш кернегенде ағама деген өкпе-реніш кежегімді кейінге тартады. Басынан бастап айтайыншы, ағам екеуміздің арамызда қай кезде сызат түскенін. Әке-шешем барда сол кісілердің шапағатымен онша білінбеген еді. Қастық ниетіміз болмаса да, бір-бірімізді көргіміз келмей, алыстан бұрылып кетіп қалатындай жағдайға жеттік. Қыз баланың жолы жіңішке ғой. Мен ағамнан бұрын отбасылы болдым. Алып қашып кетті. Күйеуімді сүймегендіктен біздің отбасылық өміріміз ұзаққа бармады. Жүкті кезімде ажырасып кеттім. Қиналып өмір сүргім келмеді. Мен тұрмысқа шыққан соң 1 жыл өтіп ағам да үйленді. Мен тұңғышымды төркінімде жүріп босандым. Сосын ата-анам менің болашағымды ойлап, ол баланы өздері асырап бақты. Өздерінің 3-ші баласы ретінде қабылдады. Мұндай жағдай тек менің ғана басында емес, көптеген қыздың басында бар шығар. Некесі сәтсіз болып бір баламен келген соң, жас қой әлі де тағы бағын тауып отбасылы болар деген үмітпен қыздан туған баланы өз бауырына басып, меншікке алатын ата-аналар әлі де бар. Мен бұны бұрыс демеймін. Бәлкім ең дұрыс шешім сол шығар. Дегенмен бала өз әке-шешесінің кім екенін біліп өсуі керек қой. Ұлыма мені әпке деп үйретті. Үйде әке-шеше, аға-жеңге болған соң, мен олармен бірге тұрмай өз алдыма өмір сүрейін деп қалаға кеттім. Онда жүріп жұмыс істедім. Өз күнімді өзім көрдім. Арасында балам үшін киім мен тамақ болсын деп ақша салып тұрдым. Кейін әкем қайтты. Мен 2-ші рет тұрмысқа шықтым. Басымнан өткен жағдайдың барлығын жасырмай айтып бердім. Өтіріктен бастамайын және жаңа өмірімді дедім. Ол да мені жақсы түсінді. Өйткені оның да өткен өмірі бар. Екеуміз отау құрған кезде анам бар еді. Кейін ол да өмірден өтті. Өмір ғой, өмірге бір адам келіп, бір адам кетіп жатты. Оның барлығын көтеруге тырыстық. Анам өмірден өткенде 7 жасқа келген баламды мен өз қолыма алуға бекіндім. Күйеуім қарсылық білдірмеді. Бала ананың бауырында өсуі керек дегенді ол да құптады. Бірақ ағам мен жеңгем баламды өзіме беруден бас тартты. Келісемін. Анам менің балама қарады. Аға-жеңгемнің ешқандай еңбегі өткен жоқ қой. Жоқ дей алмаймын. Барлығы бір шаңырақтың астында тұрған соң сол үйдің баласы болып кетті ғой. Енді оны үйренген ортасынан күшпен тартып алатындай ақымақ емеспін. Ұлым мені әпке деп атаса да анасы екенімді біледі. Мен оған барған сайын тәттілерімді көтеріп, құшағыма қысып, тіпті өзінің туған анасы екендігімді де айтқан болатынмын. Ұлым өте ақылды. Онымен ересек адамдарша сөйлесіп, мәселенің қалай болғанын ашып айтып бергенмін. Руы кім, шыққан тегі қандай, оның ешқайсысын жасырған жоқпын. Ұл бала болғандықтан тегін біліп жүргені маңызды. Ата-анам сен біздің баламызсың дегенмен мектепке баратын кезде неге менің тегім бөлек деп сұраған. Сонда ол кісілер
те балаға өскенде қиын болмасын деп тігісін жатқызып айтып берген екен. Қысқасы, балам нағашыларының қолында өсіп жатқан бала екендігін жақсы біледі. Енді ағам мен жеңгемнің баланы неге өзіме бергісі келмейтінін зерделесем, олар үйдегі шаруаларын атқарып, малына қарайтын адам ретінде ұстап отыр. Мейлі адам тірліктен өлмеген істесе шымыр, еңбекқор болып өседі деп бастапқыда түсіністікпен қарауға тырыстым. Кейін балам мен барғанда жылап, әпке, мені өзіңізбен алып кетіңізші, мен бұл жерде қатты шаршап жүрмін деген соң, күйеуіммен ақылдасып, оны өз қолыма алуға бекіндім. Сөйтіп ағам мен жеңгемнің алдынан өтіп, баламды алып кетейін дегенімде олар, осы кезге дейін керек болмаған балаң енді өскенде керек болып қалды ма? Осы уақытқа дейін ол баланы біз бақтық, ары қарай да біздің баламыз болып қала береді. Перзентсіз болсаң түсінер едім, баланы жылы орнынан қозғама. Ол бізге үйреніп қалған, біз де оған бауыр басып қалғанбыз деп жолатпай отыр. Талай рет бардым, ағамның алдына баламды өзіме бер деп, бірақ олар ет қосып қуғандай шығарып салады. Қайран қаламын, осының барлығын істеп отырған ағам емес жеңгем шығар деп. Өйткені ағамды әлі де ондай озбырлыққа қимаймын. Желден де күннен де қорғап өсірген қарындасына неге мұндай қиянат жасайтынын түсіне алмаймын. Бет көріспестей бір-бірімізбен араз болатындай сөзге келуімізге жеңгемнің қатысы бар деп ойлаймын. Әйтпесе ағамның бірден өзгеріп кетуі мүмкін емес еді.